Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Кеше міне осындай жаңалықты естіп қалдым, яғни қаржы нарығын реттеу агенттігі Жусан банкке қатысты жаңағы нұсқама, яғни предписание жіберген екен. Бұл дегеніміз банк тарапынан белгілі бір заң бұзушылықтар болған деген сөз. Және де соны қаржы нарығын реттеу агенттігі анықтады деген сөз. Ары қарай банк не істейді? Бұндай жазбаша жаңағыдай нұсқама алған кезде, яғни предписание алған кезде, бұлар ары қарай сол заң бұзушылықтарды жаңағыдай түзеуге тырысады. Егер белгілі бір уақыттың ішінде түзей алмаса, ары қарай қаржы нарығын реттеу агенттігі, ұлттық банктің жанындағы, бұлар банкке түрлі жаңағыдай нелерді, іс-әрекеттерді қолдану мүмкін. Штраф салу мүмкін, немесе лицензиясынан айыру. Сондықтан да мен сіздерге үнемі айтам. Банкке қатысты кез келген келеңсіз заң бұзушылықтар болды ма, міндетті түрде бірінші жазбаша түрде арызды банкке жазыңыздар. Егер арызыңызды қанағаттандырмаса, ары қарай қаржы нарығын реттеу агенттігіне міндетті түрде жалобы жазыңыздар. Өйткені сіздер жаңағы банк тарапынан заң бұзушылық болған айтпайтын болсаңыздар, ол жайлы қаржы нарығын реттеу агенттігі өзара білмейді. Яғни сіздің жалобыңыз түспейінше олар өздігінен барып жай ғана банкті тексере алмайды. Яғни негіз болу керек. Сондықтан да міндетті түрде мұндай жалобыны, яғни шағымды жазып, өтініш арқылы жіберуді міндетті түрде үйрену керек.